Таяу шығыс қайтадан жануда, зымыран соққылары, Қызыл теңіздегі дағдарыс және сауда бағыттарының тоқырауы. Бірақ осы хаостың орталығында нағыз аномалия жасырынып жатыр. Бұл мемлекет планетаның негізгі мұнай артериясын бақылайды. Алайда Тегеранда басқасы да оған шабуыл жасауға батылы бармайды. Осыдан 50 жыл бұрын мұнда оқшауланған орта ғасыр үстемдік етсе, бүгінде ел Сингапурдан да асып түсетін экономикалық секіріс жасауда. Шығанақтағы көршілері зәулім ғимараттардың биіктігімен жарысып әлек болып жатқанда, Оман Гиннес рекордтары үшін емес, адамдардың шынайы жайлылығы үшін жасыл, ақылды қалалар салып жатыр. Бұл қол соғылмайтын таяу шығыс Швейцариясының құпиясы неде? Шынымызды айтайық, біздің Арабия туралы көзқарасымыз жиі клишелерден тұрады. Ұшы қиырсыз құмдар, түйе мінген бәдәуилер, оңай табылған мұнай және соның арқасында бой көтерген шыны мұнаралар. Көрінесе жасанды тарихи орталықтар бар Дубай, Катар немесе Эр-Рияд үшін бұл шындық. Бірақ Оман алғашқы секундтардан-ақ бұл қалыпты бұзады. Біріншіден, елді құмдардан тау жотасы сенімді түрде қорғап тұр. Көршілес әмірліктер 50 градус ыстықта қайнап жатқанда, Оманның оңтүстігінде климаттық сиқыр Хариф муссон маусымы орын алады. Құрғақ аңғарлар Ну орманның жасылына бөленіп, таулардан сарқырамалар ағады, ал адамдар салқын тұманнан қорғанып күрте киеді. Дегенмен таулар тек сенімді тыл ғана. Оман әрқашан мұхитқа бет бұрған, және бәрін шешкен осы болды. Басқа араб тайпалары ғасырлар бойы өзара қақтығыстарға батып жатқанда, омандықтар флот құрды. Мыңдаған жылдар бұрын мұнда қуатты теңіздер жабас пайда болды. Жергілікті шеберлер аты аңызға айналған доу кемелерде бәл осында жасалынған, сол арқылы көбестер Үндістанға, Африкаға және тіпті алыстағы Қытайға қорықпай сауда жолдарын салды. Бұл табыстың таңғаларлық болғаны соншалық, Оман тарихта теңіздің арғы жағында отарым құрған жалғыз араб мемлекеті болды. Оман империясы өзінің гүлденген шағында Занзибарды иеленіп, Шығыс Африкадағы орасан зор аумақтарды бақылады және бүкіл Үнді мұхитында өз ойын ережелерін орнатты. Бірақ мәңгілік империялар болмайды, ал Оманның құлауы өте ауыр болды. Флоты мен отағыларынан айырылған бұрынғы империя 20 ғасырдың ортасына қарай кедейлікпен толық оқшаулануға ұшырады. Ол кезде дүркіреген 60 жылдар еді. Әлем The Beatlesке табынып, ғарышты бағындырып, атомды ыдыратып жатты. Ал Оман параноик сұлтан Саид пен Таймурдың билігі кезінде тұңғиық орта ғасырға құлдырады. Билеуші радио қабылдағыштар мен дәрі-дәрмектерден бастап темекіге, күннен қорғайтын көзілдірікке және велосипед тебуге дейін бәріне тыйым салды. Көшеде 15 минуттан артық сөйлесу қастандық дайындаумен теңестірілді, ал күн батқан соң астанасы Маскаттың ауыр қақпалары тарс жабылатын. Бүкіл мемлекетте 3 мектеп және небәрі 10 шақырым асфальт қана болды. Сұлтан тіпті табылған мұнайды шетелдік компанияларға сеніп тапсырудан бас тартты, ал болмашы табысты қауесеттерге қарағанда төсегінің астындағы сандықтарда сақтады. Ел құлдырап бара жатты. Оңтүстікке КСРО мен Қытайдың қолдауымен маркстік көтеріліс бұрқ етті. Оман саяси картадан жойылып кететіндей көрінді. Бірақ 1970 жыл жағдайды түбегейлі өзгертті. Еуропадан 30 жастағы ханзада Қабус тамаша білім алған тақ мұрагері оралды. Ұлының прогрессивті идеяларынан қорыққан сұлтан оны дереу үйғамақ қалады. 6 жылдық оқшаулану барысында Қабус әрекетсіздік елді құртатын түпкілікті түсінеді. Британдықтардың құпия қолдауына ие болған жас ханзада қан төгісіз төңкеріс ұйымдастырады. Ол әкесін биліктен шеттетіп, Оманның есігін болашаққа айқара ашады. Олардың нағыз тарихы дәл сол 1970 жылы басталды. Бұл күнге дейін елде жарық деген мүлдем болған жоқ. Қабус ғасыр құрылысын бастады. Ақыры сауатты түрде өндіріле бастаған мұнай кірістері инфрақұрылымға құйылды. Нәтиже таңғаларлық. Келесі 40 жыл ішінде Омандағы өмір сүру деңгейі әлемнің ешбір жерінде болмағандай күрт өсіп, Қытай мен Оңтүстік Кореяның экономикалық қажайттарында артта қалдырды. Бірақ тоқтай тұрмыз. Таяу шығыста мұнаймен ешкімді таңғалдырмайсыз. Олай болса, Оман неге екінші Дубайға айналмады? Неліктен мұнда биік ғимараттар жоқ, ал сұлтан Қабус бас мешіт мұнарасынан биік коммерциялық ғимараттар салуға заңмен тыйым салды? Мұның жауабы аймақта баламасы жоқ бірегей дін мен менталитетте жатыр. Әлем ғасырлар бойғы текетіресі таяу шығыстағы қақтығыстардың көпшілігіне, соның ішінде Иран мен Сауд Арабиясының прокси соғыстарына отын болатын сүнниттер мен шииттерге үйреніп қалған. Бірақ Оман өз жолымен жүреді. Мұнда ибадизм ұстанады. Бұл исламның үшінші өте сирек кездесетін тармағы. Оның ізбасарлары тарихи түрде саяси жанжалдардан аулақ болады. Олардың философиясының іргетасы мәміле, байсалдылық және көшбасшыны қан құқығы бойынша емес, нақты істер үшін таңдау құқығы. Дәл осы философия Оманды мінсіз геосаяси брокерге айналдырды.
Көршілері бүкіл аймақтағы қарулы топтарды қаржыландырып жатқанда, Маскат мінсіз салқынқандылық сақтайды. Иранда ислам революциясы бұрқ еткенде, Оман көпірлерді өртемей қарым-қатынасты сақтап қалды. Ол Израильдің премьер-министрін қабылдаған алғашқы араб елі болды. ақш пен Иран ядролық келісім бойынша ең күрделі құпия келіссөздерді дәл осы Оман резиденцияларының жабық есіктерінің артында жүргізді. Оман Катардың блокадасына қосылудан бас тартты және соғыс өрті шарпыған Йеменге бірде-бір сарбаз жіберген жоқ. Оманның бүгінгі басты сын-қатері мұнайдан кейінгі өмір. Көршілері шөл далада шыны сағымдар салып жатқанда, Маскат Vision 2040 стратегиясын іске қосуда. Бұл мақтаныш емес, түпнұсқалыққа және өз азаматтарына жасалған ставка. Халқының 90% экспаттар болып табылатын әмірліктерден айырмашылығы, мұнда қатаң омандандыру жұмыс істейді. Бизнес ашқың келсе, жергілікті тұрғындарды жұмысқа ал. Ел принципті түрде өз инженерлері мен дәрігерлерін өзі даярлайды. Рекордтарға емес, адамдарға инвестиция салатын мемлекет қандай болады? Міне олардың мега жобалары. Сұлтан Хайтам Сити. Бұл жасанды интеллект басқаратын елорданың 19 ауданы. Жасанды интеллект мұнда көзбояушылық үшін емес. Қала миллиондаған датчиктер арқылы тұрғындарын сөзбе-сөз сезінеді. Егер ақылды сағаттар орамдағы адамдардың тамыр соғысы мен стрессінің жаппай көтерілуін тіркесе, алгоритм көше жарығын автоматты түрде өзгертіп, саябақтарда тыныштандыратын музыканы қосады. Мегаполистің орталығы кеуіп қалған өзен арнасындағы алып саябаққа айналады. Бұл көшелерді су тасқындан қорғайтын табиғи губка. Заха Хадид бюросы жасаған Маскат жағалауы. Бюджеті 1,3 миллиард доллар. Аумағы 450 футбол алаңының көлеміндей. Тарихи ғимараттар бұзылмайды. Олар жаңа ортаға үйлесімді түрде кіріктіріледі. Мұнда ашық аспан астындағы алып көше кондиционері, табиғи желдету жүйесі жасалуда. Ол жаңбыр суын жинайды, ал арнайы каналдармен су таксилері жүреді. Бұл сәулет адамды басып бастамайды. Ол адамды күйдіретін күннен қорғайды. Umani Mountain Destination – бұлттардағы қала. 2400 метр биіктікте 8000 адамға арналған орасан зор курорттық және тұрғын үй кластері салынуда. Табиғатқа ешқандай зиян тигізбейді. Бәрі күн мен жел энергиясымен қоректенеді. Тікелей жартастарда орналасқан жаңа піскен өнімдер бар агропарктер, кәсіби спортшыларға арналған жаттығу базалары, экстремалды спорт және қатан тау ландшафтына толықтай бейімделу. Үш-ақ мектебі бар мешеу елден озық, тұрақты мемлекетке дейінгі жолды жүріп өткен Оман басты сабақты түсінді. Технологиялар билеушінің эгосына емес, адам мен табиғатқа қызмет етуі керек. Күн панельдермен қатар ежелгі қамалдарды сақтап қалып, және соғыстардың орнына келіссөздер жолын таңдап, Оман таяу шығыстың нағыз жасырын гауһар тасына айналды. Ал сіз қалай ойлайсыз? Болашаққа кімнің көзқарасы сәттірек болады? Сауд Арабиясының бітпейтін ақылсыз құрылыстар ма, әлде Оманның сабырлы, есептелген жолы ма? Түсініктемелерде өз пікіріңізбен бөлісіңіз. Осы бейнеге лайк басыңыз және әлеміміздің қалай өзгеретін туралы жаңа оқиғаларды жіберіп алмау үшін арнаға міндетті түрде жазылыңыз. Кездескенше.